Сәлем достар, менің есімім Жұлдыз Абдукаримова, және менің 4 кішкентай балаларым бар. Бұл менің кенжетайым. Ханкара. Бүкіл әлемде болып жатқан жағдайға байланысты Біріккен Ұлттар ұйымының «Сен менің батырымсың» атты ертегісінен үзінді оқып береміз. Хан, сен дайынсың ба? Я. Ал, кеттік. Олар біртіндеп төменде берді де шағын ауылға келіп қонды. Бір үйдің жанында кішкентай қыз гүл теріп жүр екен. Арио мен оның қанатына мініп отырған балаларды көрген кезде күліп жіберді. Арио, Арио деп айғайлайды қыз. Бір-бірімізге 1 метрден артық жақындауымызға болмайды, сондықтан сені алыстан құшағыма қысамын. Бәрі мұнда неғып жүрсіңдер? Деп сұрады қыз. Саша, сен құшағыма қысамын дегеніңде құдды бір сенімен құшақтасып тұрғанымды сездім, деді Арио. Жай сөзбен, әрекет арқылы қамқорлық пен мейірімді қалай жеткізуге болады десеңші? Мен достарыма сенің супер күшіңді көрсеткелі келдім. Арио, менің не қылған супер күшім бар екен деп таңырқап қалды Саша. Сенің бір туысың ауырып қалғандықтан сен ешкімге коронавирус жұқтырмаймын деп үйден шықпай отырсың, деп нақтылап түсіндірді Арио. Иә, менің әкем ауырып қалды. Енді әбден жазылғанша өзінің жатын бөлмесінен шықпайды, деді Саша. Бірақ жағдай анау айтқандай жаман емес. Біз бауырларыммен бірігіп ойнаймыз, ас әзірлейміз, жаттығу жасап, би билейміз, кітап оқимыз. Мен кейде сабақ оқып та қоямын. Өйткені мектебімді қатты сағындым. Бастапқыда үнемі үйде отыра берген біртүрлі көрінген, ал қазір аса бір жаман емес сияқты. Иә, кейде бәрімізге қиын тиетін жағдайлар болады, Саша, деді Арио. Сен өзіңе қызық іс тауып ал, үйде жақындарыңмен тату-тәтті тұрып жатырсың. Сондықтан да сен менің батырымсың. Сен отбасыңмен ұрысып қаласың ба? Деп сұрады Сәлем. Болып тұрады, деп күлді Саша. Біз шыдамды, сабырлы болып, бір-бірімізді түсініп, ренжіте қалсақ, сол арада кешірім сұрауымыз керек. Бұл ең басты супер күш. Өйткені ол өзіңнің де, айналаңдағылардың да көңілін көтере алады. Оның үстіне кейде өзіңмен өзің оңаша қалған да керек. Мен ешкім жоқта ән айтып, би билегенді ұнатамын. Кейде достарыма да қоңырау шалып тұрамын. Арио, ал адамдардың үйі болмаса, не олар үйінен жырақта жүрсеші, деп сұрады Сара. Бұл сұрағың өте орынды екен, Сара, деді Арио. Осыны анықтап алайықшы. Сөйтіп олар Сашамен қош айтысып, қайтадан көкке көтерілді. Ауа барған сайын жылый берді де, бұлар теңіздің ортасындағы бір аралға келіп қонды. Хан, ертегі ұнады ма саған? Я. Қызық па екен? Я. Карамельге де ұнаған сияқты, иә?